Қонжықтың қызғанышы мен қуанышы ертегісі. Екінші бөлім. Жаңа қызықты қазақша ертегілерді тыңдағыларыңыз келсе, арнаға тіркеліп жіберіп алмаңыздар. Бір күні күн көкжиектен көтерілген кезде орман түгелімен ұйқыдан ояна бастады. Ұйқысынан оянған бойда қонжықтың ойнағысы келді. Қонжық анасы болса, жайлы үңгірдің түкпірінде домалақ болып бүктетіліп алып, әлі де тәтті ұйқы құшағында жатқан болатын. Қонжық анасы күндегі әдетінше ертемен тұрмағанына қонжық алаңдай бастады. Ол есінеп тұруға ұмтылғандай болғанымен ақыры оянбады. Қонжық анасының табанынан қытықтап, құлағына әлдене айтып, сосын ақырын ғана оның қабағын көтеріп қарады. Қонжықтың анасы шоколад түстес көздерін асықпай ашып қарады да жымиды. Кешір, Қонжық, сен баяғыда оянып алғансың ба? Мен қазір сонда ұйықтағым келіп тұрғаны. Қонжықтың қарны қатты шұрылдады. Айтпақшы, таңғы ас ішу керек екен ғой, деді анасы күлімдеген күйі. Күн жоғары көтерілген кезде Қонжық әлденені байқап қалды. Анашым, бері кел, деп шақырды ол. Қарашы, мынау ара ғой. Араның нені білдіретінін білесің бе? Ара деген ол дәмді бал ғой, деді анасы. Аю оның соңынан ілесе алмады. Сен жүре бер, деді ол. Мен сені қуып жетем артыңнан, деді. Қонжық шынымен де жақсы ағашты таңдап алыпты. Жоғары жағындағы бұталар арасына қатты естіліп тұрған быжылдаған дыбыс жаңғырық орманды жайлап алғандай. Тезірек анашым, мен таптым, деп айқайлады ол. Бірақ Қонжық анасы біраз жері артта қалып қойған еді. Қонжық ыңғайланып отырып алды да анасын күте бастады. Сосын ол тұрды да аздап серуендеді. Бірақ анасы әлі де келмеді. Қонжық өкпелей бастады. Неге ұзақ уақыт бойы келмей жатыр, деп ол ойлады. Ақырында Қонжық анасы да ағаш арасынан көрінді. Ол шермиіп кеткен үлкен қарнын ұстап, ауыр дем алып тұрды. Сен жейтін бір нәрсе тауып алдың ба? Деді Қонжық. Сенің ішің неге үлкен болып кеткен? Жоқ, Қонжығым, тапқан жоқпын. Тек сенің бүгін қатты жүргенің сондай, саған ілесе алмадым, деп анасы күле жауап берді. Бірақ анашым, сен әр уақытта менен де шапшаң жүретін едің ғой, деді Қонжық. Кел, жаныма отыр, Қонжық. Аралар ешқайда кетпейді ғой. Қонжық анасы жымиған күйі аяғымен жерді ұрғылап, оны қасына шақырды. Қонжық басын шайқады. Бұл жолы оның іші бұрынғыдан да қаттырақ шұрылдаған еді. Ол тіпті тағы да біраз күте алатынына сенімсіз болатын. Қонжығым, сені таң қалдыратын жаңалық айтайын ба? Менің сәбиім болады, деді анасы күлімдеп. Керемет, деп үн қатты Қонжық. Бірақ ол анасының не айтқанын толық естімеген еді. Араның маңызды кейіппен ағаштың жоғары жағына қарай ұшып бара жатқаны мұның көңілін аударып әкеткен болатын. Оның араның соңынан еріп ілесе бергісі келді. Алдыңғы аяғымен шапшаң қағып қалғанда омарта жерге ұшып түсті. Қонжық ағаш басынан төмен түскенде Қонжықтың анасы омартаны ашып үлгерген болатын. Бал тамаша хош иісті екен. Олар әбден тойғанша жеді. Ал енді жуыну керек, деді анасы. Ол Қонжықтың жүніндегі балдың қалдығын жалап жұқтады. Күн ұясына бата бастағанда олар үйлеріне қайтты. Балам, саған іні керек пе, әлде қарындас керек пе, деп сұрады. Анасы өздерінің жылы да жайлы апандарына домалақ болып бүктетіліп жатқан кезде. Кімді айтасың? Деп сұрады Қонжық. Іні ме, әлде қарындасты қалайсың ба, деп қайталады анасы. Сен ағаш басында өрмелердің алдында мен саған менің ішімнің түскі асты тойып ішкеннен үлкен еместігін айтып едім ғой. Біздің бөпеміз болады.
Қонжық бірдеңе шағып алғандай атып тұрды. Біраз ойланып, бірақ енді бұдан әрі мені қалайша жақсы көрмекшің анашым деп сұрады ол. Бұдан әрі сені қалайша жақсы көремін деп қайта сұрады анасы. Сосын бірер минуттай ойланып қалды да былай деп жауап берді. Мен сені қазір қалай жақсы көрсем, солай жақсы көре беретін боламын. Ал сені қалай қатты жақсы көретінімді білесің бе? Қонжық басын шайқады. Менің саған деген махаббатым заңғар таудан да биік, және ең ұзын ағаштан да жоғары. Ормандағының бәрінен артықсың. Сен менің сүйіктімсің, және солай да әрқашан бола береді, деді анасы. Бұл қонжықты иландыра алмады. Бірақ кішкентайлар жылайды ғой, деді қонжық. Анасы күлімдеп, тек өздеріне бір нәрсе қажет болғанда ғана жылайды, деді. Кішкентайлар ағаш басына өрмелеп шыға алмайды ғой, деп қонжық сөзін жалғады. Шыға алмайды, бірақ оларды үйрететін боласың. Әсіресе алдында үлкен ағасы болғанда олар тез үйренеді, деп анасы қостап сөйледі. Қонжығым, сені тағы бірдеңелер мазалай ма, деді анасы. Ал сенің менімен ойнауға уақытың бола ма? Ал құшағыңа алуға ше? Деп сұрады қонжық. Сен мені бұрынғыша құшақтайсың ба? Деп монтиып қалды. Анасы күліп жіберді. Менің құшағымның қандай үлкен екенін көріп тұрмысың, балам? Бері жақындап мұқият қарашы. Анасы қонжықты өзіне жақындатып, оны тек аюлардың ғана қолынан келетіндей қатты қысып құшақтады. Сосын ол құшағын босатып, алдыңғы аяқтарын екі жаққа созды. Қара, қанша орын бар. Бұл жерге әлі 3 қонжық еркін сияды, деді ол күлімдеп. Қонжық желкесін қасып тұрып, ұзақ ойланып қалды да, бір кезде былай деді. Жарайды, анашым, мейлі. Тағы бір қонжық болсын, бірақ тек біреу ғана болсын. Мүмкін маған кішкентай інімнің болуы ұнайтын шығар. Рахмет, балам, сенің мақұлдағаныңа қуаныштымын. Анасы күлімдеген күйі оның басындағы жүнін ұйпаландырып қойды. Бірақ сен таңдай алмайсың. Дүниеге тек інің емес, қарындасың да келуі мүмкін ғой. Анасы жылы қараңғы апанның ішінде жапырақтардан жасалған жастықтың үстіне ыңғайланып отырып, қонжыққа өзен мен ағыс жайлы, өздері ұстап алуға болатын үлкен арқан балық туралы ертек айтып берді. Қонжықтың көзі жұмыла берді. Ол анасының айтқан ертегісін тыңдап ұйқыға кетті. Анасы қонжықты қолына алып, ақырын апарып ұйықтайтын орнына жатқызды. Сол күні түнде қонжық түсінде өзінің ағашқа қалай өрмелеп шыққанын, кішкентай інісімен жасырынбақ ойнағанын, інісін балық аулауға қалай үйреткенін көрді. Бұл түсте ол өзін сондай бақытты сезінді. Ол өзіне іні қажеттігін сезінді. Қонжық қатты ұйықтады. Ал оянған кезінде түсінің аяқталғаны, болмаса әлі жалғасып жатқаны белгісіз болып көрінді. Қонжықтың әкесі оның құлағына «Сенің інің бар, балам» деп сыбырлады. Әлі ұйқылы ояу жатқан қонжық бұл хабарға күлімсіреді. Және де қарындасың да бар, деді. Әкесі терең дем алып. Қонжық қуанғанынан орнынан атып тұрды. Қарындасы мен інісіне қарай жүгіре кетті. Соңы. Ертегі ұнаса, достарыңызбен бөлісіп бірге көріңіздер. Арнаға тіркеліп, міндетті түрде лайк басып қолдап отырыңыздар. Рахмет.